Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біздің Маралды ауылымыздың 87 жылғы тумаларымыз. Біз жаңағы осы жерде салынғалы жатқан фабрикаға түбегейлі қарсымыз. Қарсылық білдіргенде ешқандай саясатқа қарсы білдіріп жатқан жоқпыз. Керісінше үкіметтен көмек сұрап отырмыз. Үкімет құлақ асып, осы салынғалы тұрған фабрикамызды тоқтатса екен деген тілегіміз бар. Бұл табиғат бала-шағамызға, болашақ ұрпаққа осы күйінде қалу керек деп есептейміз. Және де алтын қазба байлықтарын қазғанша жаңағы туризмді, балық шаруашылығын, мал шаруашылығын, ауылды дамытамыз деп отыр. Сол бағытта жұмыс істеген дұрыс болады. Біз фабрикаға қарсымыз. Қарсымыз. Жылғылар біз мына ауылға салынып жатқан фабрикаға түбегейлі қарсымыз. Қазақстан халқынан сұрайтынымыз, бізге көмек ретінде осы фабриканың салынбауына жол бермеуге бізге көмектескеніңіздерді сұраймыз. Қазір осы 87-лердің тумаларының атынан сіздерге үндеу жасап отырмыз. Үкіметке, президентке үндеу жасап отырмыз. Осы жақсы бір Швейцария секілді ауылымызда сақтап қалуға, алдағы ұрпаққа, алдағы балаларға, алдағы адамдарға бір жақсы бір жер, демалатын жер, жақсы бір туризмге арналған жерді сақтап қалуға үндеу жасап отырмыз. Біз фабрикаға қарсымыз.